Тікелей эфирде жаңалықтар. Төтеншеліктер тұрғын үйлердің біріндегі өжреден аяқ қолын үсік шалған адамды алып шықты. Тұрғылықты мекен жайы жоқ адам тәртіп сақшылары мен жедел жәрдем қызметкерлеріне тапсырылды. Кеше түнгі сағат 10-дардың шамасында Бектұрған көшесінде орналасқан көп қабатты үйлердің бірінен хабарлама келіп түскен. Шақыруға барған құтқарушылар үйдің жертөлесінен 1989 жылы туылған азаматты алып шықты. Аяқ қолын үстіп алған адамның мұнда қанша уақыт болғаны әзірге белгісіз. Жағдайды анықтау кезінде 89 жылғы азамат екі аяғы үсік шалу себебінен сыртқа шыға алмай жатқан жөнінде анықталды. Азаматты жертөледен сыртқа шығару үшін 5 құтқарушы жұмылдырылды. Жертөленің ішінде 4-5 бөлмеге бөлінген. Соның ең шеткі бөлмесінде адам өте алмайтын жермен кішкентай тесіктен сол адамды өзіміздің волокушы дейді, жаңағы соған адамды салып жедел жәрдем қызметіне тапсырды және полиция қызметкерлері басында болды. Осындай жағдайлар бізде биылдыққа 3-ші жағдай болып тұр.